Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті Education YouTube арнасының көрермендері, сіздермен жасағатушы мен сізбен ветеринар Маратбекұлы. Құрметті достар, бүгін 6-шы сабақ автоционда келетін тесттерге талдау жасауды жалғастырамыз. Біз өзіміздің Safety Driving сайтындағы тесттерді белгілеп дайындалатын боламыз және талдап көрсетеміз. Сондықтан видеоның соңына дейін көріңіздер. Өте пайдалы білімдер аласыздар және осы жерде дайындалған тесттер бойынша тапсырсаңыздар автоциондағы тесттен жоғары балл жинауға мүмкіншіліктеріңіз болады. Иншалла, міндетті түрде. Ендеше бастайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бірінші сұрақ: көрсетілген жол белгілері сізден нені талап етеді? Белгілері сізден нені талап етеді дейді. Бұл жерде ескерту емес, бұл тыйым салу белгісі. 40 деп қойған. Жылдамдықты сағатына 40 км жылдамдықпен жүруді талап етеді. Сағатына 40 км-ден кем емес жылдамдықпен жүруді талап етеді. Бұндай жағдайда ештеңе талап етілмейді дейді. Шамасы бұл жерде бірінші болу керек, өйткені мұны тыйым салатын белгі. Сағатына 40 км жылдамдықпен жүруді талап етеді. Екінші: сізді қиылыс алдында орнатылған жол белгісі не туралы хабардар етеді? Бұл жерде мына оң жақтағы белгіні айтып тұр. Оң жақтағы белгі бұл реверсивті жолдың басталатындығын білдіріп тұр. Қиылыстар көрсетілген жүріс бағыттарын көрсетеді. Реверстік жүріспен жолға шығу туралы. Міне осы болу керек. Екіншісі: енді сізге көрсетілген жерге жолаушыларды түсіруге рұқсат етіледі. Мына жерге, бұл жерге негізі сары сызық тұр. Сондықтан сары сызыққа 5 минутқа дейін рұқсат етіледі шамасы бұл жерде. Үзік сары сызық болғандықтан. Соңынан көреміз. Осы жағдайда сізге басып озуға рұқсат етіледі ме? Егер міне мына жағдайда осы тестте келеді. Егер мына жағы үзік сызық болып, сол жағы, оң жағы сплошной болса, онда басып өтуге болмайды. Ал егер басып озуға болады, мына бергі жағы тәл осы жердегідей үзік сызық болып, керісінше арғы жағы сплошной болса, онда басып озуға болады. Рұқсат етіледі демек бұл жерде. Осы жағдайда сізге қандай бағыттарда қозғалысын жалғастыруға рұқсат етіледі? Бұл жерде оңға қарай жүре алмайсың. Тура, солға және кері бағытта деген жауап бар ма? Бар екен. Сізге қай бағыттарда жүруді жалғастыруға рұқсат етіледі? Бұл жерде ортада тыйым салу тұр, сондықтан барлық бағытта тыйым салынады. Орта жоқта тұрып сіз қандай бағыттарда қозғалысын жалғастыра аласыз? Бұл жерде тура және солға. Жеңіл автокөлік жүргізушісіне тоннельде артқа жүру қозғалысын жасауға рұқсат етіледі ме? Жоқ, бұл жерде тыйым салынады. Артқа жүруге болмайды, өйткені арт жақтан көлік келіп қалуы әбден мүмкін. Сізге көрсетілген орынға аялдауға рұқсат етіледі ме? Қараңыздар, бұл жерде мына белгіге назар аудару керек. Мынау тіке қозғалыс емес, бұл бір жақты қозғалыс болғандықтан мына жерге тоқтауға, аялдауға болады. Өйткені бұл жерде көліктер қарама-қарсы бағытпен мүлде келмейді, яғни барлығы тек қана арғы қарай, алға қарай жүреді. Яғни арғы жақтан бері қарай көлік келмейді, сондықтан бұл жерде рұқсат етіледі. Сізге сол жақтағы таңбаның бірыңғай сызығына дейін арақашықтық 3 метр асқан жерге тоқтауға рұқсат етіледі ме? Мына жерде 30 метр екен, былай қарай 3 метр болса тоқтауға рұқсат етіледі ме дейді. Бұл жерде негізі рұқсат етіледі. Осы жағдайда солға бұрылу кезінде сіздің әрекетіңіз дейді. Бұл жерде оң жақтан келе жатқан мына көлікке жол бересіз, ал мынаған біз оң жақтан кетер боламыз. Ал мына белгі, ескерту белгісі тұр. Бұл жерде тең дәрежелі жолдардың қиылысы дегенді білдіреді. Сондықтан оң жақтан жақындайтын көлік құралына жол береміз. Сіз осы жағдайда қандай әрекет жасайсыз? Бұл жерде жаяу жүргіншіге жол беріп, одан соң барып жүруді бастайсыз. Қандай көрсетілген жағдайларда көлік құралының жүргізушісіне алкоголь ішімдіктерін есепке пайдалану тыйым салынады дейді. Бұл жерде барлық жағдайда тыйым салынады. Жүргізуші тәуліктің қараңғы уақытында жолдар жасанды жарықтар болмаған көріну жеткізуге тыйым салынады. Егер үшіншісі болу керек. Тротуар бұл жолдың жүру бөлігіне қосылған немесе одан газонмен бөлінген жаяу жүргінші жүруіне арналған жол бөлігі. Жүргізуші бұл көлік құралын басқаратын жол бойымен мал табын жүк артылған айдаушы адам. Осы жол учаскесінде сізге механикалық көлік құралын тіркеп алуға рұқсат етіледі ме? Рұқсат етіледі. Автомагистральда оқу мақсатында көлікпен жүруге рұқсат етіледі ме? Жоқ, бұл жерде тыйым салынады. Автомагистральда жүруге болмайды. Ал мына жерде көрсетілген қай траекториямен сізге жеңіл автокөлікке қозғалуға рұқсат беріледі дейді. Бұл жерде мына біріншімен және екіншімен қозғалуға рұқсат етіледі, үшіншімен қозғалуға рұқсат етілмейді. Өйткені бұл жерде
жүк емес, кешіріңіздер, қоғамдық көлік, яғни маршруттық көліктер ғана жүреді деген белгі. Сондықтан 1 мен 2, 1 және 2. Мына жерде тиым салынады. Бұлай тоқтап түсіруге болмайды жүкті. Осы жерде сіз темір жол өтпесіне қалған кезде бұл жерде қозғалыс бағытында бірінші жол белгісінің алдында тоқтайсыз. Фараларын жарығы шағылыстырған кезде сіз авариялық жарық сигналын қосасыз және жүріс жолын ауыстырмай тоқтайсыз дейді. Бұл жерде екіншісі болу керек. Қай жер дистанция? Мынау көк пен сарының арасы дистанция, яғни бірінші ара қашықтық. Қай көлік құралының жүргізушісі оңға бұрылып жатқанда жол жүру ережесін бұзды? Жоқ, бұл жерде екеуі де бұзған жоқ, екеуі де дұрыс бұрылып жатыр. Сізге солға бұрылу кезінде кімге жол беруге міндеттісіз? Бұл жерде оңға бұрылатын болсақ, ешкімге жол бермейміз, өйткені бізде басымдық белгісі болып тұр бұл жерде. Қатты тіркемеде сүйрету кезінде сүйрететін және сүйретілген көлік құралы арасында қандай арақашықтық қамтамасыз етіледі? 4 метрден артық емес. Осы жағдайда сізге бас бұзуға рұқсат етіледі ме дейді. Бұл жерде өткелге 100 метр жетпей бас бұзған жағдайда рұқсат етіледі. Осы жағдайда сіздің әрекетіңіз автобусқа жол бермей бірінші болып жүріп өтесіз. Өйткені біз негізгі жолда келе жатырмыз. Сізге топырақты қалың жолмен қармен жүру қалай жүру қажет? Топырақтық жолдағы қалың қармен қалай жүру қажет дейді. Алдын ала таңдалған төмен беріліспен күрт бұрылмай және тоқтамай. Егер қарама қарсы бағыттағы көлік құралы алыс жарық фараларымен жүріп келе жатса, сізге ұсынылады. Жүріс бөлігінің шетіне екенін беріп, оң жаққа қарау ұсынылады. Автомобиль алдыңғы дөңгелектер шиналарындағы ауа қысымы төмен болса, неге әкеліп соқтырады? Автомобильді басқаруына, қиындауына. Сіздің автомобиліңіздің оң жақ дөңгелектері жол салынбаған және ылғал жиекке кірген кезде сізге автомобильді тежемей жүру бөлігіне бір қалыпты жүргізу ұсынылады. Автомобиль тежемей жүру бөлігіне күрт жүргізу ұсынылады. Екіншісі болу керек. Сүйек күйдегі химиялық заттан күйік алғанда көрсетілетін алғашқы көмек қандай? Жара шетін ет тұнбасымен. Жарадан қан кету кезінде аяқ қолға қан келу көлемін азайту үшін не істеу керек? Алкогольдік бұл жерде. Үшіншісі, мүгедектердің көлік құралының аялдауын тоқтап тұру үшін бөлінген жерлерде көлік құралдарының аялдауын тоқтап тұру ережелерін бұзу әкеліп соқтырады. Оны айлық көрсеткішке жалпы ортақ пайдаланудағы жолдарда жүзеге асыруға рұқсат етіледі ме? Уәкілетті органдармен келісілген маршруттар бойынша сағатына 100 км жылдамдығымен елді мекеннен тыс жарық түсірілмеген жолмен автомагистральда емес, тәуліктің қараңғы уақытында жеңіл автомобильде жақын жарық фарларымен жүру қауіпті болып табылады ма? Сіз елді мекеннен тыс жерде жеңіл автокөлікпен қалай қозғалуыңыз қажет? Елді мекеннен тыс жерде жолақтардың кез келгенімен. Жолдың жүру орта жолында тұрғанда сізге қандай бағытта қозғалысы жалғасуға рұқсат етіледі? Орта жолында тұрған кезде тура солға. Ал бисмилля кеттік. Тест нездан дейді өкінішке орай. Соңғысынан қате кеттік. Қателестік. Соңғысынан қателестік. Енді бізге қайтадан басынан белгілеп шығу керек. Мен яғни 31-не дұрыс жауап бердім. Өткені көрдіңіздер ғой, қатарынан белгіледім және соңына дейін жеттім. Және соңғысын жаңағына белгілеген кезде қате кеттім, өкінішке орай. Міне достар, біз қазір белгілеп шықтық. Соңғысынан жаңа қате кеткен едік қой. Міне мына жерде тек тура. Мен жаңа тура және солға деп белгілеген екем. Бұл жерде 39-дан қате кеттік. Бұл жерде жолдың жүру бөлігінің оң қанатына жақын жүреді екенбіз. 38-де екіншісі дұрыс болады екен. 33-де біріншісі дұрыс. Үшіншісі дұрыс 32-де. 14-де бірінші дұрыс. Негізі ережелерден қате кеткен екен көрдім. Мына жерде тек тура екен. Солға және кері бағытта бұрыламайды екенбіз бұл жерде. Мына жерде рұқсат етіледі екен керісінше. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Ал мұндай жағдайда ештеңе талап етілмейді дейді. Міне осылай 8 сұрақтан қате кеттім. Бірақ екінші тапсырған кезде мен қазір өттім. Яғни қажетті 32 балды жинадым. Міне достар, осылай көбірек тапсырып, сіздер тәжірибе жинайсыздар және соның арқасында иншалла тесттен өтесіздер. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Егер видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, астына пікір қалдырыңыздар және видеоны правалғысы келетін достарыңызбен бөлісіңіздер және астында қоңырау шанына басып
арнаға тіркеле кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Собеген Арманатбекұлы. Ассаламу алейкум рахматуллахи